Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгінгі ғылыми кеңестің тақырыбы халық қазынасы ұлт болашағының кепілі деп аталады. Бұған біз өзек ретінде бабалар сөзі 100 томдықты алып отырмыз. Бүгін студиямызға қонақтарды шақырып отырмыз. Осы 100 томдық бабалар сөзін дайындаған ғалымдар, өнер танушылар, фольклор танушылар деуге болады. Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының қызметкерлері. Әрине, бұл өте ауқымды жұмыс жасалған, мәдени мұра бағдарламасының аясында жасалған жұмыс. Осы жұмыстың нәтижесін бүгін көріп отырмыз. Бірақ бұл үлкен жұмыстың, осы бабалар сөзіне, біздің мұрамызға қатысты үлкен жұмыстың басы ғана. Өйткені жиналған құндылықтарды біз сараптауымыз керек, оған үңілуіміз керек, оны талдауымыз керек. Хабар басталмас бұрын бір сюжетке назар аударсақ. Қазақ халқының ежелден осы күнге дейін жеткен ауыз әдебиетіне тек әдеби мұра ретінде қарауға болмайды. Ауызша әдебиет жауһарлары елдің тарихы мен тағдыры жайында мол мағлұмат берері сөзсіз. Соның бір дәлелі жақын арада оқырманға жол тартқалы тұрған бабалар сөзі жинағы. 100 томнан тұратын кітапта қазақтың тарихына, мәдениеті мен әдет-ғұрыптарына қатысты деректер өте көп. Соңғы жылдары елімізде Қазақстанның ауыл аймағын аралап, халық аузынан тың деректерді жинауды мақсат тұтқан экспедициялар жиі ұйымдастырылып жүр. Биыл Шоқан Уәлиханов атындағы тарих және этнология институты этно-мәдени экспедиция ұйымдастырып, 40-тан астам ғалым Қазақстанның барлық облыстарын аралап қайтты. Ал былтыр зерттеушілер берісі Ресей, Монғолия, Қытай мен Өзбекстан, арысы Иран, Үндістан, Түркия мен Мысырға дейін барып, қазақ тарихына қатысты тың мағлұмат алып қайтты. Осыншама деректер тарихшы, мәдениеттанушы, этнограф, филолог ғалымдар тарапынан зерделенген жағдайда халқымыздың сан ғасырлық тарихы бар бай қазынасы келер ұрпаққа мұра болып мәңгі қала беретіні даусыз. Әңгімені бастамас бұрын мен осы қонақтармен сіздерді таныстырып кетейін. Тоқтар Әлібек мырза, филология ғылымының кандидаты, Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының қолжазба бөлімінің меңгерушісі. Келесі біздің қонағымыз Серікқазы Қорабай, филология ғылымының кандидаты, сол аталған әдебиет және өнер институтының абайтану және жаңа дәуір әдебиеті бөлімінің меңгерушісі. Және де келесі қонағымыз Серікбай Қосан, филология ғылымының кандидаты, Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының ежелгі және орта ғасырлар әдебиеті бөлімінің меңгерушісі. Және де біздің қонағымыз Ақжігіт Әлібекұлы, филология ғылымының кандидаты, Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты директорының орынбасары. Қош келдіңіздер студияға, құрметті қонақтар. Құрметті көрермендер, бүгін сіздер халық қазынасы ұлт болашағының кепілі атты бағдарламаны көріп отырсыздар ғылыми кеңестегі. Бүгін біз бабалар сөзі 100 томдыққа үңілетін сондай жоспар қойып отырмыз алдымызға. Ең бірінші бізді қызықтыратын сұрақ, көрермендерді қызықтырады деп ойлаймын. Бұл жұмыс қалай басталды, қашан басталды, және бұл тек қорлардан алынды ма? Мысалы, әдебиет институтының қоры бар, кітапханалардың қорлары бар, немесе ұлттық мұрағат бар. Сондай қорлардан алынды ма? Немесе басқа жақтан да экспедиция арқылы алынды ма бұл мәліметтер? Сол туралы айтып кетсеңіздер. Осы бабалар сөзі біздің ата-бабаларымыздың жаңағы халыққа тастап кеткен үлкен байлығы, рухани байлығының бірі деп есептеледі. Осы біздің фольклорлық мұраның өзі 10-нан бірі хатқа түскен. Сол 10-нан бірі түскен мұра 100 том. Бұл 100 том деген біздің фольклорлық мұралар. Бұл осы мұралардың түгел енді деп айту тағы қиын. Бұл әлде ары қарай жалғасуға тиісті әңгіме. Осы енді оны жаңа сіздің сұрағыңызға байланысты айтсақ, осы мұралардың негізі бұл қолжазба қорының негізінде жасалды. Бұның басында енді жаңа мен айтып кеттім ғой, бұның жаңа дүниеде теңдесі жоқ жоба деп. Сол үшін біз сүйенетін
бұндай жаңағы бұрын шығарған бұндай кітаптар болмағандықтан біздің ғалымдар, әсіресе академик Қасқабасов біздің осы жобаның жетекшісі, негізгі идеясын айтушы, жалпы осыны жетекші етуші үлкен ғалым. Осы кісінің жетекшілігімен біз өзімізше жаңағы жоспар жасадық осы 100 томға. Соның негізінде біз жаңағы негізі қолжазбадан алу мәселесін бірінші басты міндет етіп қойдық. Екінші, бұларды өзгертпей, дәл сол күйінде беру. Үшінші мәселе, осы мысалы үлкен бізде эпостық шығармалар бар. Мысалы ірі эпостық жырлар бар. Осылардың варианттарын қалдырмай беру. Сіз өз мақалаңызда былай жазған екенсіз, осы әр томға мынандай тақырыпшалар қамтуды ұйғардық деп. Томға енген мәтіндерге ғылыми түсініктемелер, сөздік, жер су атаулары, мәтіндерде кездесетін тарихи тұлғалар мен діни есімдер туралы мәліметтер, мәтіндерді жеткізушілерге, жинаушыларға, тапсырушыларға қатысты деректер, сондай пайдаланылған әдебиеттер. Сонымен менде мынандай сұрақ, көрермендерге де ол қызық болатын шығар. Бұл тек ғалымдарға арналған жоба ма? Осы кітаптар ғалымдарға арналған ба, немесе жалпы халыққа арналған ба? Көпшілік қауым. Бұл жерде айта кету керек, бұл негізінен ғылыми басылым болып есептеледі. Сондықтан жаңағы сіз айтып отырсыз, жаңағы ғылыми қосымша деген бөлім бар, өте үлкен, күрделі. Мысалы, бұл жерде текстология салыстыру, бұл ғылыми зерттеулер бұның ішіне де кірген. Ал енді осылардың ішінде, мысалы, оқырман халыққа, жалпы оқырманға да керекті заттар осының ішінен табылады. Бірақ біз осы 100 томды шығардық. Енді келешекте осы оқырманға балабақшадан бастап жоғарғы оқу орынға дейінгі аралықтағы бүкіл оқырман, жалпы оқырманға ыңғайлап, біз осының ішінен тағы осындай кітаптар шығаруға тиіспіз. Жаңа айтып кеттіңіз, дүниежүзілік тәжірибе деп. Дүниежүзілік тәжірибеде мынандай нәрселер бар. Енді оны өздеріңіз де білетін шығарсыздар. Мысалы, құнды немесе бір күрделі шығармаларды балаларға арнап, қысқаша қып, түсінікті қып шығару. Осыны қалай қарайсыз осыған? Мысалы, біздің дастандарды, енді мүмкін кішкентай балалар оны түсіне қоймас көбіне. Соны балаларға бейімдеп шығарса. Бұндай аналогтар бар. Кезінде марқұм Ақселеу Сейтімбеков ағамыз, мысалы, батырлық жырлардың кейбіреуін алып, соны қара сөзбен балаларға арнап, ертегі үлгісінде осын жазған тәжірибе бар. Екінші, біз мысалы осы томдардың ішінде 5 том ертегілер бердік. 10 том аңыздар бердік. Осылардың ішінен жаңа мен айтқандай балаларға қатыстылар, өз дайын күйінде тұрғандар бар. Ал енді жырлардасақ, бұлардың көркем түрлері бар. Соларды қысқартып, сондай үлгілерді балаларға беруге әбден болады. Жақсы, рахмет. Құрметті әріптестер, әңгімеге қатысып отырыңыздар. Осы көрермендерге түсінікті болу үшін дастан, хикаят, қисса деген ұғымдарды кішкене түсіндіріп берсеңіздер, бір-екі ауыз сөзбен. Қазақ фольклорындағы ең көп аз зерттелген сала осы дастан жанры. Дастан жанрының зерттелуіне байланысты кезінде кеңес үкіметінің саясаты кедергі болды да, себебі дастандар шығыстан келген. Оның негізгі сюжеттері дастандардың мынау мың бір түннен алынғандар көбісі. Одан кейін Тотынамадан алынған. Сосын арабтың, парсының басқа прозалық шығармаларын алған. Сондықтан кезінде шығыс пен мұсылман діні байланысты болғандықтан осының зардабы тиді саясаттың. Ал енді дастан деген не дегенде, бұның көпшілігі дастан деп аталады. Дастан енді шығыс тілдерінде, әсіресе парсыларда көбіне. Бұл да проза түріндегі шығармалар. Көлемді әңгімелер, қазіргіше мысалы повестер, романдар деп айтуға болады. Оларда повест, роман деген түсінік жоқ, бәрін дастан дейді. Ал енді дастан қазақ тіліне аударылған кезде бұл проза түрінде емес, қазақтардың ең сүйікті өнердегі әдісі бұл сөз өнеріндегі өлең. Сондықтан қазақтар оны жырлаған. Жырлағанда көбінше 11 буынмен дастандарды 11 буынды қаралы үлгісінде жырлағанда, кейбіреулерін 7-8 буынды жыр үлгісімен жырлаған.
Ал енді хикаят деген не дегенде, бұл хикаялар сол дастанның ішіндегі белгілі бөлімдері. Қисса. Шын мәнінде хисса дегенімізде, бұл жаңа дастан дегеннің арабшасы. Араб тілінде хисса әңгіме деген сөз. Әңгімелеу, яғни көлемді түрде шығармаларды проза түрінде әңгімелеу. Ал енді қазақтар бұл қиссаны да өлеңге айналдырды. Жаңағы кезіндегі алаш зиялыларының көпшілігі осы қисса үлгісіндегі шығармаларды оқып тәрбиеленген. Оны кезінде жаңағы атақты алаш жазушысы Жүсіпбек Аймауыт та жазады. Біз қыстың ұзақ түндерінде осы мың бір түннің қиссаларын Қабыкеш апайым екеуміз тыңдап жатып ұйықтап едік дейді. Жаңа сіз бір сөзіңізде айтып кеттіңіз, діни дастандар деп. Діни дастандар енгізіліпті, бұл осы 100 томдықтың 10-16 томдарына. Бұл жерде қисса Салсал, қисса Абу Шахма, Мұхаммед пайғамбар, тағы өте көп. Соны сұрақ мынандай. Мен ойлаймын, осы діни қиссалар, дастандар діни сауатсыздықты кішкене жеңуге, оған қарсы күресуге септік тигізе ме, тигізбей ме? Сол туралы не айтасыздар? Бұл ойдан шығарылған дүние емес. Бұның барлығы сол Құраннан алынған, бұның барлығы хадистен алынған. Сол ислам дәуірінде белгілі бір орын алатын тұлғалардың өмір баянынан алынған. Арасында халық қиялынан туған сюжеттер кіруі мүмкін, бірақ 70% бұл оқиғалардың сол діни кітаптардан алынған. Қазақ халқының көбі революцияға дейін, Октябрь революциясына дейін сауатты болды деп айта алмаймыз. Міне осы уақытта халық арасына шыққан жыршылар, ақындар осы Қазаннан, Ташкенттен, Уфадан осындай діни тексттерді шығарып отырған. Бұны халықтар жаттап алып, ауызба-ауыз таратқан, сол арқылы өздерінің діни сенімдерін нығайтып отырған. Бұл әрине қазіргі уақыттағы қазақ даласында болып жатқан діни ахуалға байланысты бұл өз көмегін тигізеді деп ойлаймын. Енді өздеріңіз білесіздер, 19 ғасырдың екінші жартысында орыстар Қазақстанның бүкіл жерін түгел жаңағы бодандыққа алып аяқтады алуды. Осы кезде бастап, мысалы, мына қазақтарға, жаңа көшпенді халықтарға христиан дініне кіргізу мәселелері көтерілді. Біздің мысалы шоқындыру мәселесі, әсіресе мына біздің далаға келген миссионерлердің негізгі әрекеті соған көшті. Осы уақытта әсіресе мына татар қандастарымыз біздің осы кезде жаңа Қазаннан біздің алғашқы шыққан кітаптарымыздың өзі, мысалы жаңа Сейтбаттал 1841 жыл шығады ма, 42 жыл шығады. Осыдан бастап сол Қазаннан кітап шығарып, енді көшпенді халық жаңа Ақжігіт айтқандай шындығында көшпенді халықтың сауатты деп айту қиын. Бұларға жаңағы қара сөзден өлең оңай, жеткізу оңай, ұғу оңай. Сонда бүкіл осы бүкіл исламның бүкіл қағидаларын түгел сол жыр арқылы халыққа таратқан. Мысалы, менің ойымша, қазақтардың мына христиан дініне кірмеуінің бір себеп салдары бар болса діни дастандарға тіреледі. Жақсы. Дін мәселесі кеңестік әкімшілік әмір жүйе кезінде мүлдем айтылуға тыйым салынған. Жаңа бабалар сөзінің алғашқы бірінші жобасы 80 жылдар қолға алынды. Қазақ халық әдебиеті деген атпен шығып 18 томы шықты. Тоқтар солай ғой, 18 томы шықты. Сол кезде жаңа ғашықтық дастандардан шықты да 2 том. Сол 90-шы жылдардың ортасында аяқтап болған болатын. Соның өзінде біз батыл қолға алмадық. Жаңа діни дастандарды енгізуге. Ал енді 100 томдық бабалар сөзіне діни дастандардың енгізілуі бұл өте құптарлық жағдай. Бұның өзі біздің фольклордың үлкен бай жанрға өте мол екенін байқатады. Әрине. Тек діни ғана дастандар емес, тарихи дастандарда, мысалы 56-63 томдар тарихи дастандарға арналған, осы жерде жырларға арналған. Осыларды тарихты жазуға, немесе мектепте, жоғары оқу орындарда тарихты оқытуға қалай пайдалануға болады? Өзіңіз білесіз, біздің 300 жылдай уақытымыз жоңғар шапқыншылығымен арада өтті. Осы жоңғар шапқыншылық кезінде ірі батырлар, би шешендер шықты. Осыларға байланысты ең алғашқы уақытта аңыздар
мысалы әзірде солай ғой, біреу үлкен ерлік істесе, ол бірінші әңгіме аңызға айланып, одан бара келе, мысалы менің шамамен ойлауымша, ол 19 ғасырдың аяғына таман, кейде 20 ғасырдың бас жағында осылар өлеңге түсірген. Мен мысалы қазір біз енді әлгі жаңа тарих жазамыз деп жатырмыз, оның бәрі құптарлық. Мен өзім ойлаймын, қазір осы тарихшылар негізі дерек таппаған жағдайларда, мысалы нақты деректер мысалы кейде кездеспейді. Осы өздері де осы фольклорлық мұраларға сүйенеді. Менің ойымша бұл жерде көптеген деректер табылуы болады, әбден мүмкін. Жақсы. Осы бабалар сөзінде негізгі мақсат, былайша айтқанда концепциясында дейміз, сол концепциясында көрсетілді бұл. Не кіреді? Ана мифтан бастап бүгінгі ауызекі әңгімеге дейін. Ішінде жаңа сіз өзіңіз айтқан бабалар, діни дастандар, тарихи жырлар, хикаяттар, шежірелер. Міне бұлардың барлығы қазіргі қазақ тарихын оқытуда өз орнын табады. Себебін айтатын болсақ, кейбір деректер бізде жоқ. Қолда құжат жоқ. Ал осы деректер жырларда, ауызекі әңгімелерде айтылады. Қазір біздің қолжазба қорларында, Қазақстан қолжазба қорларында ондаған десек енді жаңылмаймыз. Том шежірелер тұр. Әзір ол араб сөздерінде, mesela көне түркі жазуында жазылған дүниені ғалымдар оқи алмайды. Ал біз соны аударып, факсимилесімен қосып ұсынсақ, бұл зерттеу объектісі болар еді. Бұл мемлекет тұрғыда қарау керек. Рахмет. Құрметті көрермендер, сіздер халық қазынасы ұлт болашағының кепілі деген бағдарламаны көріп отырсыздар. Ғылыми кеңесте бүгін біз бабалар сөзі туралы сөз қозғап отырмыз. Бұл жерде тағы айтып кететін нәрсе, осы өте құнды еңбекке кірген, жаңағы айтып кеттіңіздер, фольклордың көп түрлері кірді деп, соның ішінде шағын жанр деген өздеріңіздің жазуларыңызда бар. Оның ішінде бұл жұмбақтар, мақал мәтелдер, қара өлең, ертегі, миф, тарихи, топонимдік шежіре, күй аңыздары, ауызекі әңгімелер, ғұрып фольклор, тағы басқа құнды заттар бар. Осының бәрін әрине тек ғалымдарға ғана емес, қалың жұртқа арнап отырсыздар, балаларға арнауға да болады. Осыны қалай пайдаланған жөн болар еді? Бір-екі ауыз сөзбен соны жеткізіп кетсеңіздер. Мысалы, мана сөздің басында айттық. Мысалы, бабалар сөзі осы тұрысында бұл бүкіл әзіргі қоғамдық ғылымдарды қамтиды. Солардың негізгі объектісіне айланады. Неге? Жаңа сіз айтып отқан. Мысалы, жаңа ғұрыптық фольклор дедік. Ананың ішінде. Осы ғұрыптық фольклордың негізі, мысалы, этнопедагогикаға ыңғайласа, мысалы, соның ішінде неше түрлі нәрселер бар. Осыларды алып педагогикалық тұрғыда, мысалы, этнопедагогика туралы алса. Бұл аңыздардың негізі, мысалы, қазіргі тәрбиеге, тарихқа, қай жағынан келсеңізде, мысалы, осыны біздің әзір кейбір, мысалы, көп адамдар, мысалы, әзір атасын іздеп жүр. Солай ғой? Қазір бізге келіп те жатыр. Осылардың бәрінің осы бабалар сөзден өзінің атасын тауып атқанына біз куә болып отырмыз. Сол үшін бұны, жаңа мен сөздің басында айтып кеттім, бұны жаңағы игерудің бір үлкен мәселесі енді басталды. Нәзиралық әдебиет деген өзі біздің әдебиетімізде соңғы 30 жылда зерттеліп келе жатыр жалпы. Бірақ бұл шығыс сюжеттерінің зерттеуге кірісетін адамдар шығыс тілдерін білу керек. Ал енді бабалар сөзіне осыларды қалай енгізді дегеннің өзі үлкен проблема. Кейбір шығармаларымыз, мысалы, Ташкентте шықты. Ташкентте шыққан кітаптар, мысалы, Шәді Жәңгірұлының кітаптары сол Ташкенттегі түркі халықтарының әдеби тілінің әсері болды. Ал енді көп кітаптар Қазанда, Орынборда шықты. Бұл жерлерде татардың тілінің ықпалы болды. Сол кездегі шыққан кітаптарды қарап отырсаңыз, ортақ түркі, ашық түркі деген тілдерде де жазылған еңбектер болды. Мына нәзиралық әдебиеттің әсіресе діни және ғашық дастандардың бірқатары сол шұбарланған тілде, немесе сол кездегі қалыпты көрінетін сол замандағы сауатты адамдар негізін оқи алатын осы біздің түркі тілінде жарық көрді. Енді біз оны қалай аударамыз? Санаулы мамандар осы ең бірінші бұрын зерттелмеген осы тақырыпты осы томдардың басында
дастандардан бастадық қой. Соған көп күш салынды. Сөйтіп ондағы жаңа көнерген сөздер, ескі түркі тілдерінің енген сөздер, араб, парсы сөздері, басқа да тілдердің енген сөздердің бәрін сол оны қазақшалау, оған сөздіктер жасау, оған түсініктеме беру үлкен жұмыстар атқарылды деп есептеледі. Сөзіңізге бір қосатыным, сіз айтып отырсыз, аудару керек қазақ тіліне деп, бірақ түркі тілдерінің ортақ бір қорын, тіл қорын жасау керек те, ондай да мәселе бар ғой? Әрине бар. Жақында мәдени мұра бағдарламасының аясында қолға алынған бабалар сөзі жинағының 100 томдығы оқырман қауымға жол тартады. 100 томдықты Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының ұжымы әзірлеген. Үлкен мұрамыз бар, үлкен мәдениетіміз бар, үлкен біздің тарихымыз бар. Еліміз, сондықтан да қазір тарихымызды түгендеп жатырмыз. Тарихымызды арқылы мінекей біз ұлтымызды түгендеп жатырмыз. Бабалар сөзі қазақ халқының тереңде жатқан тарихынан сыр шертеді. Әдебиет және өнер институтында 50 мыңнан астам қолжазба бар. Әр жылдары қағаз бетіне түскен сол қолжазбалардың әрқайсысы біздің тарихымыздан мағлұмат береді. Бәрін ғылыми тұрғыда сараптама жасап, оларды екшеп, қорытындылар жасап жарияладық. Сондықтан да бұл мен ойымша бұның ішінде эпостар бар, ертектер бар, қара өлең бар. Сайып келгенде жалпы қазақтың мынау ауызша әдебиеттің тарихы, ол қазақтың тарихы. Бұл ауызша тарихты біз мына жазба деректермен салыстыра отырып қараған жағдайда біз шынында да іргелі әдебиетіміз бен мәдениетіміз бар екендігін білуіміз керек. Жинақ ұлттық кітапханалар мен жоғарғы оқу орындарының кітапханаларына таратылады. Әр қазақтың төрінде тұруға лайықты бабалар сөзі 100 томдығы әзірге 3000 данамен шықты. Бірақ Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының ұжымы бұл жинақты ғаламтор арқылы насихаттауды да жөн көріп отыр. Сонымен бірге мінекей оның бәрін біз мына Википедия білім сайтына қойып отырмыз. Оның мен қосым қазір әдебиет дейтін портал ашылды. Сол порталға қоямыз. Сондықтан да мен ойымша оның бәрі ақырындап осы халыққа жеткізу керек. Осы насихаттау жағы енді қолға алынып жатыр. Институт директоры Уәлихан Қалижанның айтуынша қолжазбалар қорында авторлық әдебиет мұрасы да жетерлік. Тарихта аты қалған сал сері, жыраулар мен билердің даналық сөздерінің өзі 100 томға татиды дейді ол. Ақпан айының соңына қарай бабалар сөзі 100 томдығының тұсаукесер рәсімі Астана және Алматы қалаларында өтеді. Жылқы жылы қыркүйек айында Майндағы Франкфурт қаласында ЮНЕСКО-ның аясында үлкен халықаралық кітап көрмесі өтеді. Институт ұжымы бабалар сөзі жинағын сол беделді көрмеге шығаруды жоспарлап отыр. Сонымен қатар көп ұзамай бабалар сөзінің 101-ші томы да жарық көреді. Библиографиялық көрсеткіш түрінде жинастырылған бұл басылым оқырман қауым мен зерттеушілердің жол сілтеуші құралы болмақ. Құрметті көрермендер, сіздер халық қазынасы ұлт болашағының кепілі деген бағдарламаны көріп отырсыздар. Ғылыми кеңесте бүгін біз бабалар сөзі туралы сөз қозғап отырмыз. Сіздер осы томдар туралы жазғанда мынандай бір мәліметтер тағы келтіріп кеткен екенсіздер. Осыған шығаруға атсалысқан этнографтар, шығыстанушылар, олардың ішінде Радлов, Васильев дегендер де бар. Ал енді бүгінгі күні ол мысалы сол кезде жинаған, сол кезде кішкене де болса оны зерттеген ғалымдар. Ал бүгінгі күні осыған тарихшылар, әдебиеттанушылар, философтар, мәдениеттанушылар бәрі атсалысу керек шығар деймін. Осы жаңа сіз айтқан салалардың ғалымдар әлі осыған кіріскен жоқ. Неге кіріскен жоқ? Кіріскен жоқ деп кесіп айтуға болмайды. Тілші ғалым бар, Нұргелді Уәли дейтін кісі, өте білімді кісі. Сол кісі өткенде айтып жатыр, бабалар сөзі бұл халқымыздың өте үлкен мұрасы болды. Өте біздің дейді, тілшілердің дейді, зерттеу объектісіне айналып жатыр деді. Оның ішінен біз көне сөздерімізді тауып жатырмыз дейді. Ескі жаңа қолданудан қалып кеткен, біз архаикалық дейміз, бірақ ол архаикалық емес. Кейбір жерлерде әлі қолданды, Қазақстан түкпір-түкпірлерінде, бірақ ол архаикалыққа жатпайды. Сондай сөздерімізді тауып, қазіргі жаһандану заманда сол сөздерді қайтадан тілдік айналымға енгізуге күш салып жатырмыз деп айтады. Мына тарих толқынында деген қазір үлкен жоба жүріп жатыр ғой. Сонда тарихшылар айтып отыр, біз
20 томдық қазақ тарихы жазылады. Иә, сонда соған қолдануға болады. Қолданып жатыр олар уже. Жатыр. Қолданып жатыр. Оның ішінде енді барлығын тұтас күйінде алды деген сөз емес. Соның ішіндегі тарихқа дәл келетін, былайынан ғылыми негізі бар кейбір фактілерді осы бабалар сөзінен алып жатқандарын олар да айтып жатыр. Бұл айырым жекелеген ғалымдар, жекелеген зерттеушілер ол жаңағы алып жатқаны анық. Бірақ бұны кешенді түрде, жаңағы біз айтып отқан жаңағы қоғамдық ғалымдардың бәрі кешенді түрде зерттеу керек. Мысалы, негізгі тақырып қылып Иә, алса. мысалы, жаңағы айтайық, жаңағы бір сөз тауып алды бір адам. Онымен ол шешілмейді. Бұны ұзақ, әрі кешенді түрде терең зерттеу керек. Бұған іргелі зерттеулер жүргізу керек. Жақсы. Ағаретпес басылым, жаңағы біздің бабалар сөзі сериясы. Оның екінші таралым мәселесі. 2000 дана таралыммен шығып отыр, бұл өте аздық етеді. Өйткені егізгі оқырман ауылда тұрады. Мына орта бабын осы жырларды жастайынан сүйіп оқып өскен. Сондықтан болашақта осы басылымның таралымын көбейту керек деп ойлаймын. Бұлай етпесек, біз сырттан келіп іздеушілер де көп, мына түркілес халықтардың ғалымдары, jondan кейін мына түркі танушы ғалымдар іздеп жатады. 2000 тираж кімге жетеді деп ойлайсыздар? Бізде Қазақстанда үлкен кітапханалардың 4000-нан асады екен, кітапханалардың өзі. Саны. Ал енді ауылдық кітапханалар, мектептегі кітапханаларды есептемеңіз. Сонда мысалы бұл бармайды десе де болады. Енді осыған байланысты тағы бір пікір қосу керек. Мысалы қазір енді өзіңіз білесіз, біз ғаламторды негізгі құрал ретінде пайдаланамыз. Осыны біз ойлаймыз. Осыны қайта басу керек. Бұл бір, көбейтіп басу керек. Екінші, осының электронды нұсқаларын шығарып, ғаламторға салу керек. Кеңес үкіметінің кезінде бір жақсы бір дәстүр болған. Құнды басылымдарға басылым жүргізген, подписка деген. Кім мысалы осылай ерік түрде осылай ой осы кітапқа жазған десе, соны ұйымдастырып жеке қолға алса. Мысалы Мұхтар Әуезовтің 50 томдығын шығардық, ол да халыққа жетпей жатыр. Жетпеді. Мысалы көшпенді халық біздің қасымызда қырғыздар бар. Қырғыздар 40 томмен шектелді. Фольклорын бүкіл. Енді ол бізден кем халық емес қой. Мына жағымызда қарасаңыз башқұрлар. Башқұрлар 36 томды жоспарлады да, оның бір 18 томын шығарды. Сонымен тоқтап қалды. Ары қарай, мысалы, қарақалпақтар, олар да біздің жаңа көшпен бізбен жүрген халық, бұлар 100 томды бастап қойып, бұлар әлі оны игере алмай жатыр. Осыны есептегенде біз қай жағынан келгенде де алға сондай мұраны жеткізушінің біріміз деп есептеп толық айта аламыз. Жақсы. Иә. Түркі халықтарының ішіндегі басшылыққа алынып отқан Түркия ғой. Түркияда өзінің жаңағы көшбасшылық қабілетін алға қойғысы келген ниет байқатты. Осыдан 10 жыл бұрын олар да осы түркі халықтар әдебиетінің ортақ қорын бастап, түркі халықтар дастандарының, жалпы фольклор шығармаларының көп томдығын шығарып жатыр. Қазір оның құдай білші бір 50-ге жақын томы шыққан шығар. Олар бізден де алды. Бірқатар тарихи жырларымыз, дастандарымызды, басқа да мұраларымызды алып, оның бір 10 шақты томын шығартты. Мына бабалар сөзінің құндылығы да, оның түркі халықтарының ішінде, жалпы тмд халықтарының ішінде алғаш болып 100 томдықты аяқтап, оны өзіміздің мәдениет саласында үлкен бір әлемдік деңгейдегі жаңалық ретінде алға қоюында. Ал енді осыны насихаттау жағы кем. Осыны насихаттау керек, осы туралы мақала жазу керек. Осының негізінде мақала жазу керек шығар. Өйткені қазақ халқының дүние танымы да, мәдениеті де, байлығы да, рухани байлығы бәрі осында жатыр. Бүкір болмысы қазақ халқының соның ішінде. Түркиядан біздің осы бабалар сөзіне енген Қырымның 40 батыр шықты. Қырымның 40 батыр шықты. Оны осы өзіміздің қазақтар дайындады. Олар түрік тілінде емес, қазақ тілінде, бірақ латын графикасында шығарды олар. Бабалар сөзіне енді. Бабалар сөзіне енді ол. Одан кейін Қыз жібек шықты ол жақтан. Мен білетін. Және де бұл осы институтта осы бабалар сөзінің негізін жасаушы енді Сейіт Қасқабасов, академик Сейіт Қасқабасов қой. Осы кісі насихаттауды да осы жұмыстар барысында бірге қолға алып отырды. Оның ашық дәлел ретінде Мәскеуден Қыз жібекті шығарды орыс тілінде. Қозы көрпеш Баян сұлуды шығарды. Жаңағы Фикрет Түркменге жаңа Қырымның 40 батыры менен Қыз жібекті жіберді. Сонымен қатар мәдениет және ақпарат министрлігі бірге жұмыс жасайды. Оңтүстік Кореяның Корея және Орта Азия халықтарының фольклорлық
мұрасы деген бір үлкен үйім бар. Сол жерге біз өзіміздің осы бабалар сөзіне енген материалдарды жібердік. Оның ішінде Қыз Жібек, Қозы Көрпеш Баян Сұлу және кейбір ертегілер, Ертөстік, Мамай Батыр деген сияқты. Міне осылай. Рахмет Ақжүрек Мырза. Құрметті көрермендер, біз бүгін халық қазынасы ұлт болашағының кепілі атты бағдарламаны көрдіңіздер. Бұл бағдарлама бабалар сөзінің 100 томдығына арналған болатын. Осы енді біздің хабарымыз аяқталып қалды. Соңғы сұрақтардың бірі болар. Сіздер өздеріңіз бұлай жазасыздар. Ғалымдар бұл топтамада тек фольклорлық мұраны қамтыды. Авторлық ауыз әдебиет үлгілерін кейін жеке қарастыруға шешім қабылданды. Ал бүгінде өздеріңізге мәлім мәдени мұра аяқталды. Ол авторлық ауыз әдебиет үлгілері қалай шығады? Біз жаңағы бабалар сөзінде авторы ұмытылған халық мұраларын қамтыдық. Енді қазақ халқы көшпенді кейінгі ғасырларда көшпенді ғұмыр кешкендіктен бұның бүкіл әдебиет ауызша тараған. Соның ішінде жаңағы авторлық деп жүргеніміз анау би-шешендер. Мысалы айтақ, жаңағы Қорқыттан кешегі билерге дейінгі. Әйтпесе кешегі біздің жыраулар. Содан бастап ол соның ішіне кіреді ғой. Жамбылға дейін қаралық. Мысалда, әйтпесе сал серілер. Осылардың бәрін шығармасы әлі мұрты бұзылмай қолжазбалар қорларында жатыр. Айтыстар енді сол ақындар шығармашылығы. Ал енді біз әзір осының жобасын жасадық. Бұл жоба үлкен жоба, бұл да 100 томдық, жаңағы авторлық ауыз әдебиеті, бұл ғасырлар үні деген атпен біз осыны ұсындық. Бірақ өкінішке орай, қазір біздің министрлік, білім және ғылым министрлігі осы мәселеге келгенде бұл мәдениет министрлігінің шаруасы деген ілікпен бұны шығармады. Неге бірлесіп жасамасқа? Бірлесі ол сол екі министрдің өзі, менің ойымша қазір былай түсінігімде, бұл екеуі бір-біріне онша, мысалы бабалар сөзін мәдениет министрлігі шығарды ғой. Ал енді білім министрлігіне ол қажетсінбейді оны. Себебі анау ақша. Біздер қызметкерлері білім министрлігінің қарамағындамыз. Негіз жасаған біз. Бірақ мәдениет министрлігі оның атағын иеленіп отыр. Олардың баспалары да, оның өздері де, адамдарды. Шындап келгенде бұл жерде ортақ мұраны, аз қазақтың мұрасын бөліп қажет жоқ. Бөліп жарып жатқан дүние емес. Басқа министрліктерде осыған асырылса керек. Бірігіп шығару керек, бірігіп жұмыс істеу керек. Біз ұсыныс етіп те жаздық. Себебі біздің шын мәнінде мәдениет пен ғылым ол бір нәрсе. Шында біздің жоқ. Ал енді біз бір мемлекетте, бір халықтың, бір ұлттың нәрсесін жасап атқан кезде, менің ойымша бұны ортақ. Алақандай қазақты бөліп қайтеміз? Егер мұнаның өзін әзіргі ғалымдар, әзіргі сарапшылар осы бабалардың сөзін өзін әлем мәдениетіндегі үлкен құбылыс деп есептейді. Біз егер солай болған жағдайда біз тағы 100 том жаңа ғасырлар үніндеген нені, мысалы біз оны, мысалы өзіңіз қараңыз, біз оны 16 жылға есептедік. Мысалы 14-30 жылдар. Анау елбасының 30 жылғы жаңағы стратегиялық жолы соған ыңғайладық. Сонда біздің сұрағанымыз жарты миллиард 16 жылға. Осыны мысалы қазір бізге осы мәселемен шеше алмайды отыр. Осы мәселе басқа мәселелерде шешімін табады деген үмітпен біз осындай хабарларды дайындаймыз. Бүгін құрметті көрермендер, сіздер халық қазынасы ұлт болашағының кепілі атты бағдарламаны көрдіңіздер. Құрметті әріптестер, сіздерге рахмет айта тұрып, бір ауыз сөзден өз ойларыңызды осы бабалар сөзіне қатысты, немесе басқа осындай біздің рухани байлыққа қатысты ойларыңызды бір ауыз сөзбен жеткізуге мүмкіндік бар қазір. Сонан кейін хабарды аяқтаймыз. Қазақ артына ешқандай заттық мұра қалдырған жоқ, тек қана сөз өнерін қалдырды. Соның ұшан теңіз байлығы қазір біздің алдымызда тұр. Яғни болашақ ұрпақ алдында біз парызымызды өтедік. Бірақ бұнымен іс бітпейді. Осы қазақ халқының соңғы 100 жылдықтағы ақтаңдақтары, зұлмат кезеңіндегі көптеген адамдардың, ақын жазушылардың еңбектері тіпті әлі сол күйінде жатыр. Біз тек атақты зиялы алаш азаматтарын ғана атап өттік, ал қалғандары сол күйінде қаралмай жатыр. Сондай жаңа айтып кеткен авторлық ауыз әдебиеті. Ал енді бұның бастауында осы бабалар сөзінің тұруы ол заңды құбылыс. Біз жазба ескерткіштеріміз өте аз қалыппыз, жазу мәдениеті кеш дамыған қалыппыз. Сондықтан қазақ халқы, оның ішінде мемлекетіміздің басшылары
осы ұлы мұраның қадірін білу керек. Осы уақытқа дейін осы 100 томдықты жасаған адамдарға жаңа айтқан мәдениет министрлігінің өзі, білім министрлігі де екеуі де бір ретте алғыс айтқан жоқ. Ал енді кезек осы ұлы жұмыс жасаған адамдардың еңбегін бағалау сол министрліктердің құзырында, солардың ар-ұятында деп білемін. Министрлік емес, халықтан ризашылық болсын, сіздерге алғыс болсын. Алғыс болсын. 100 томдық бабалар сөзі бұл әлем өркениетіне қосылған үлкен үлес. Сондықтан болашақта бұл басылымның сериясымен шыққан кітаптар сөреде қалып қоймау керек, кеңінен насихаттауымыз керек, ұрпақтар зердесіне сіңуіміз керек. Осы тарапта бәріміз бірігіп жұмыс істейік. Бабалар сөзі ең бірінші зерттелуге тиіс. Екінші, біз сол бабаларымыздың берген нәрсесін соның ұрпағына, келешек ұрпағына аманаттап, сол күйінше жеткізуіміз керек. Осы жағынан біз мемлекет тарапынан үлкен көмек болады деп есептейміз. Жақсы, рахмет. Мейлі қанша жерден газетте, телевидениеде бабалар сөзінің 100 томдығын шығардық деп ұрандағаннан, ол жас балалар одан ештеңе үлгі ала алмайды. Сондықтан сол балаға жету үшін, сол оқушыға жету үшін, оның негізгі мақсаты оны қандай жолмен болса да тиражын көбейту керек. Қандай жолмен болса да. Ол мейлі ол кітап қылып шығара ма, мейлі ол электрондық нұсқасын шығара ма, мейлі оны жаңа сюжет қылып фильм қылып түсіре ма, көркем фильм қыла ма, мультфильм қыла ма, әйтеуір соны насихаттап жеткізу керек. Негізгі мақсат сол. Рахмет. Құрметті көрермендер, сіздер бүгін халық қазынасы ұлт болашағының кепілі бабалар сөзі 100 томдығына арналған хабарды көрдіңіздер. Бүгінгі хабарды мен бұлай аяқтасам деймін. Бабаның сөзі, көненің көзі, даналық ізі. Көріскенше күн жақсы. Аман болайық.